Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге мына доллар гүлін, замиокулькас гүлін қалай отырғызып, және қандай топырақ қолданатынымды көрсеткім келіп тұр. Біріншіден, маған қатты көп не керек емес. Бұл гүлдің құнары қарапайым кәдімгі топырақты аламын. Мына кәдімгі топырақ, сары топырақ. Және мына қойдың көңін аламын. Қойдың бұл қатты несі емес, просто қойдың топырақпен араласқан, ешқандай да несі жоқ. Бұны залалсыздандырған да жоқпын, ешқандай да күтімде істеген жоқпын. Егер де шіркей жаңағыдай бір не болып жатса, мен марганцовка қолданамын. Андай әлсіз ғана слабый раствор істеп, розовый цвет етіп, марганцовка құямын су құйған кезде. Және мына бұған мен кеше видео түсірген кезде кактусқа арналған немесе суккулентке арналған топырақ қолданамын деп қолдануға болады дедім, бірақ топырақта ешқандай талап етпейді дедім. Сол себепті менде бары мына универсальный барлық гүлге арналған живая земля дейді. Осыны араластырып қосамын. Қалай дайындайтын сіздерге қызық болса, онда менімен бірге қалыңыздар. Мына топырақты қосамын. Осыны қосып, көріп тұрғандарыңыздай, бұның ішінде барлық құнары бар. Ағаштан жасалынған және мына. Және бұған неде қосылған көмірдің, ағаштың қалдықтары, древесный уголь деп айтады ғой, қазақшасын таппай тұрмын. Соны осылай араластырып, және бұл топырақты көптеген гүлдерге қолданса болады. Мына бұған ешқандай да мен дренаж қолданбаймын. Неге десеңіздер, ол ұнамайды өзіме. Сол себепті астына ірілерін салып, бұл доллар гүлін отырғызған кезде қатты көміп тастамау керек. Картошкасын қатты жібермеу керек топырақ астына. Дәл осылай отырғыздым. Назарларыңызға рахмет. Ұнаса каналыма жазылыңыздар. Мына дәл осылай отырғыздым. Рахмет, сау болыңыздар.